Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында ең дәмді, әрі жұмсақ етті бәліш жасаймыз. Мясной пирог. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге керек заттар 400 грамм фарш, 2 картошка, 1 жуа. Алдымен тестамызды дайындап аламыз. 300 грамм ұнға, 150 грамм сары майды салып, 1 қасық тұз, 1 қасық қопсытқыш, қазір хризел салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тестамызға 1 жұмыртқа, 200 грамм айран қосып, жақсылап илеп, теста жасап аласыздар. 5-6 минутқа тындырып қоямыз тестамызды. Начинкамызға тұз, дәміне қарай бұрыш салып, 50 грамм салқын су құйып, паприка саламыз. Жақсылап араластырып, дайын болған тестамызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін үстіне қоямыз. Жақсылап жайып, қатты қалың болып кетпеу керек. Листімізға пергамент қағазын төсеп, или болмаса майлап жүрсеңіздер болады. Начинкамызды салып, кішкентай бөлігін осылай жақсылап жайып аласыздар, жұқалап. Начинкасы пыспай қалады деп қорықпай қойыңыздар. Пышақтың көмегімен тестамыздың бетін осылай кесеміз. Беттерін жақсылап өріп, жұмыртқаны бетіне жағып шығасыздар. Кунжут или мак сепсеңіздер де болады. 180-200 градус қызып тұрған пешке 40 минутта пісіріп аламыз. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.